Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар, сіздермен бірге SMG Education білім беру жобаларын құрастыру орталығы. Менің есімім Қалиев Берік Рамазанұлы. Сіздермен бірге бүгін 21 және 40 сұрақтар арасындағы тестіміздің сұрақтарына шолу жасайтын боламыз. Ендеше 21 сұрақтан бастайық. 21 сұрақ. Берік ағайдың тобындағы 8 оқушының тесттегі орташа ұпай 72,5 болған. Кейін бұл топқа 95 ұпай алған бір бала келді. Енді топтың орташа ұпайы қанша болды дейді. 8 оқушының орташа ұпайы берілген болса, осы орташа ұпай 72,5-ті 8-ге көбейту арқылы 8 оқушының барлығының балдарының қосындысын таба аламыз. 8-ге көбейтетін болсақ, орташа ұпайды біздер 8 оқушының барлығының ұпайларының сандарын табамыз. Кейін бұл топқа 95 ұпай алған бір оқушы қосылады. Енді оқушылардың саны 8 емес, тағы да бір оқушы қосылғандықтан 9 болады. Сондықтан осы сандарды көбейтіп, оған 95-ті қосып, 9-ға бөлу керекпіз. Алдымен 72,5-ті 8-ге көбейтетін болсақ, 72,5 көбейтілген 8 деп жазайық. 8-ді 5-ге көбейтеміз, 40, 4 ойда 0 жазамыз. 8-ді 2-ге 16, 4 ойдағысымен 20, тағы да 0 жазамыз, 2 ойда. 8-ді 7-ге көбейтетін болсақ, 56, 2 ойдағымен 58. Үтір мына жерге қойылады, сонда 580 деген сөз. Енді мына 580-ге 95-ті қосу керекпіз. 580 қосылған 95 бұл 675. 675-ті 9-ға бөлетін болсақ, 67-ден аламыз, оның ішінде 63 бөлінеді 9-ға, 7 болады. Содан кейін 4 қалдық, мына 5 пен 45 болады, 45-ті 9-ға бөлетін болсақ, 5. Жауап сонда 75 С нұсқасы. 22-ші есеп. Автобус 2 сағат бойы 63,2 км жылдамдықпен жүрді. 2 сағат бойы 63,2 км сағат жылдамдықпен жүрді. Біздер яғни уақытты жылдамдыққа көбейтетін болсақ, бізге қашықтық шығады. Кейін 3 сағат 66,2 км сағат жылдамдықпен жүрді. Яғни кейін 3 сағат бойы 66,2 км сағат деген жылдамдықпен жүреді. Автобустың орташа жылдамдығын анықтаңдар. Автобустың орташа жылдамдығын табу үшін, негізінде орташа жылдамдықты табу үшін барлық жүрілген жолды, яғни ол міне ең бірінші 2 сағат бойы осыншама жол жүрді, келесі 3 сағат бойын осындай жол жүрді. Барлық жолды табу үшін 2 өрнекті қосамыз, сондықтан біздер барлық жүрілген жолды табамыз. Енді осыны бөлу керек біз 5-ке, себебі 5 дегеніміз барлық біздің жолымызға кеткен уақытымыз. Ең алғаш 2 сағат, содан кейін 3 сағат уақыт кетті, жалпы 5 сағат, сондықтан 5-ке бөлеміз. Жалпы жүрілген жолды жалпы кеткен уақытқа бөлеміз, сол кезде автобустың орташа жылдамдығы шығады. 2-ні 63,2-ге көбейтетін болсақ, ойша көбейтейік, 126,4 шығады. 3-ті 66,2-ге көбейтетін болсақ, қосылған 198,6 бөлінген 5 деп жазамыз. Енді мына екеуін қосу керекпіз. 198,6-ға қосу керекпіз 126,4-ті. 6-ға 4 қосатын болсақ, 10, 0 жазамыз 1 ойда. 6-ға 8, 14, 1 ойдағысымен 15, тағы да 1 ойда. 9-ға 2, 11, 1 ойдағысымен 12, 1 ойда, 1-ге 1, 2, 1 ойдағысымен 3. Үтірді осы жерге түсіреміз, 325 деген сан шығады. Тең болады 325 бөлінген 5. 325-ті 5-ке бөлетін болса, 32-ден аламыз. 32-нің ішінде 30 бөлінеді 5-ке, 6. Енді 2 қалдық қалады. Оның қасына мына 5-ті тіркейміз. 25-ті 5-ке бөлсек, 5. Жауабы 65 км сағат. Б нұсқасы. 23-ші есеп. А пунктінен Б пунктіне бір мезетте 2 автобус жолға шықты. Бірінші автобустың жылдамдығы 80 км сағат, ал екіншісінікі біріншісінің жылдамдығының 1,125 бөлігін құрайды. А пунктінен, А деген пункттен Б пунктіне қарай бір мезетте 2 автобус шықты дейді, яғни бір пункттен 2 автобус шығып тұр. Бірінші автобусты А пунктінен, екінші автобусты А пунктінен. Бірінші автобустың жылдамдығы 80, ал екіншісінің жылдамдығы ол біріншісінің жылдамдығының 1,125 бөлігін, немесе 1,125 дегеніміз бұл біздің 1,4-тен біріміз. Дұрыс қой? Яғни 1 бүтініміз ол 80,
және де 4-тен бірі, 80-нің 4-тен бірі бұл 20. Сондықтан 80-ге 20-ны қосатын болсақ, бұл 100 деген сөз. Немесе 80-ді 1,4-тен бірге көбейтсеңдер болады, сол кезде 100 шығатынын көресіздер. Бірінші автобус және де екінші автобус екеуі бірге шығады, бірақ та біреуінің жылдамдығы екіншісіне қарағанда аз. Яғни қайсысының жылдамдығы көп болса, сол кішкене алдыда жүреді деген сөз. Мысалға 1 сағаттан кейін қарайтын болсақ, 1 сағаттан кейін бірінші автобус 80 км жүрсе, екінші автобус 100 км жүреді. Яғни екінші автобус бірінші автобустан 20 км алдыға шығып кетті деген сөз. Екеуі бірге жүріп бара жатқан кезде бір-бірлерінен жылдамдықтарын азайтатын болсақ, 100-ден мысалға 80-ді. Бұл біздің алшақтау жылдамдығымызға тең болады, 20 км сағатына. Бұл алшақтау жылдамдығы. Әрбір сағат сайын 20 км-ге алшақтайды деген сөз. Автобустар А пунктінен шыққан соң 3,4 сағаттан кейін олардың арақашықтығы нешеге тең болады? Яғни әр сағат сайын 20 км сағатқа 20 км-ге алшақтайды. Яғни 3,4 сағаттан кейін қанша километр болатын табу үшін осы 3,4-ті 20-ға көбейтеміз. Немесе 34-ті 2-ге көбейт деген сөз. 0 менен 4-ті былай қарай жылжытқан кезде. 34-ті 2-ге көбейтетін болсақ, 68 км, жауап Б нұсқасы шығады. Келесі 24-ші есеп. Туристер өзенге дейін 6,6 км сағат жылдамдықпен, ал өзен жағасымен 4,2 км сағат жылдамдықпен жүрді. Барлық жолдың ұзындығы 9,6 болса, егер туристер өзенге дейін 0,8 сағат жүріп, өзен жағасымен қанша уақыт жүргенін сұрап тұр. Өзенге дейін деген сөзді көріп тұрмыз міне. Сосын міне де өзенге дейін деген сөзді көріп тұрмыз. Біріншісінде бізге 6,6 км сағат жылдамдықпен деген, ал екіншісінде 0,8 сағат жүрген. Яғни біріншісінде жылдамдық беріледі, екіншісінде уақыт беріледі. Яғни жылдамдықпен уақытты көбейтетін болсақ, біздер өзенге дейін барлығы қанша жүрген қашықтығын таба аламыз. Д деп қойын, өзенге дейін деген сияқты болсын. Сонда 6,6-ны көбейту керек біз 0,8-ге өзенге дейін барлығы қанша жүргенін табу үшін. Және де өзен жағасымен осындай жылдамдықпен жүрген, міне өзен жағасымен біріншісі тұр, сосын өзен жағасымен деген екінші тұр. Біріншісінде жылдамдық беріледі, бірақ екіншісінде уақыт берілмейді. Жылдамдық бар, уақыт жоқ. Барлық жолдың ұзындығы дейді, яғни барлығын қосқан кезде дейді, өзенге дейінгі және де өзен жағасымен жүрген кездегінің, ол 9,6 дейді. Яғни 9,6 барлық жолдан азайту керек біз өзенге дейін жүрген жолды. 6,6-ны 0,8-ге көбейтіп, соны азайту керекпіз. 6,6-ны 0,8-ге көбейтейік. 8-ді 6-ға көбейтсем 48, 8-ін жазам 4 ойда, 8-ді 6-ға 48, 4 ойдағысымен 52. Үтірді, 2 нүктеден кейін қоямыз, 2 саннан кейін. Яғни 5,28 азайтамыз. 100-ден 28 азайтамыз. Міне, мынау барлық жол, ал мынау тек қана өзенге дейінгі жүрген жол. Соны азайтатын болсақ, өзен жағасымен жүрген жол шығады. 9,6-дан азайту керек біз 5,28-ді. 6-дан 8 алынбайды, 16-дан 8 алсақ 8, 9 қалды, мына жерде 9-дан 2-ні алсақ 7, мына жақтан 8 қалды, 8-ден 5 алатын болсақ 3 болады. 3,78 км бұл жүрілген екен өзен жағасымен. Өзен жағасымен 4,2 км сағат жылдамдықпен жүрді. Яғни мына өзен жағасымен жүрілген жол S, яғни міне жылдамдық берілген, қанша уақыт жүрді деп сұрақ қойылып тұр. Яғни уақытты табу үшін не істейміз? Қашықтықты жылдамдыққа бөлеміз. 3,78-ді бөлу керек 4,2-ге. Үтірден кейін 2 сан, мына жерде 1 сан, 0-ді тіркейміз және үтірлерді алып тастасақ болады. 378 және 420. Екеуін қысқартайық 6-ға. 37-ден аламыз, 36 бөлінеді 6-ға 6 болады, 1 қалдық. Мына 8 бен 18 болады. 18 6-ға бөлсек 3. Астында 42-ден аламыз 7, мына 0-ды тіркейміз, 0 болады. 6-ға бөлдік екеуінде. 63 пенен 70 екеуі де 7-ге қысқарады. 63-ті 7-ге бөлетін болсақ 9, 70-ті 2-ге бөлетін болсақ, 9-ға бөлетін болсақ 7, сондықтан 70-ті 7-ге бөлген кезде 10 шығады екен. Сонда 10-нан 9 бұл
0,9 сағат болады. Жауап А нұсқасы. Келесі, моторлы қайық өзен ағысымен 2 сағатта өтетін ара қашықтықты ағысқа қарсы жүргенде 2,125 сағатта өтеді. Яғни өзен ағысымен жүрген кезде қайықтың өзінің жылдамдығына ағыстың жылдамдығы қосылады. Міне мына жерде егер ағыс жылдамдығы 1,6 км сағат деп тұр. Сондықтан қайықтың жылдамдығына осы 1,6 қосылады, егер біздер өзен ағысымен жүретін болсақ. Өзен ағысымен жүретін болсақ, бұл біздің жылдамдығымыз болады. Өзінің жылдамдығына өзеннің ағысының жылдамдығы қосылады. Содан кейін 2 сағатқа көбейтіледі, сол кезде біздің өзен ағысының бойымен 2 сағатта жүрген жолымыз шығады. Бізге айтады, енді дәл осы жолды ағысқа қарсы 2,125 сағатта өтеді дейді. Шынымен де ағысқа қарсы жүрген кезде біздерден қайықтың жылдамдығынан осы өзеннің ағысының жылдамдығы азайтылады. Сосын 2,125-ке көбейтіледі екен. Не үшін? Себебі біздің жылдамдығымыз өзен ағысымен жүрген кезде бұл көп болады, сондықтан уақыт аз кетеді. Ал мына жерде жылдамдығымыз азаятын болғандықтан мынаған қарағанда уақытымыз кішкене көбірек кетеді. Бізге айтады, мына жол 2 сағатта жүрілген, ол 2,125 сағатта жүрілген өзен ағысына қарсы жолға тең дейді. Тең дегенді қай жерден таптық? Осы ара қашықтықты 2,125 сағатта өтеді дейді. Яғни мына қашықтық мына қашықтыққа тең деген сөз ғой. Бізден не дейді? Қайықтың меншікті жылдамдығын анықтаң дейді. Жақшаларды ашамыз. Үлестірімдік қасиет бойынша 2В қайық қосылған 3,2 болады. Тең болады 2,125 В қайық азайтылған 2,125-ті 1,6-ға көбейтетін болсақ, бұл дегеніміз біздің 2,4-тен 1. Сонда 1,6-ны 2-ге көбейтеміз, бірінші 3,2 болады. Және де 1,6-ның 4-тен 1 бөлігі ол 0,4. Сонда барлығы 3,6 деген сөз. Немесе көбейтіп көрсеңіздер болады, сол кезде 3,6 шығады. Енді мына 3,2 орында тұрады, мына минус 3,6 плюс болып барады, сол кезде 6,8 болады. Тең болады. Мына 2В қайық, ол мына жаққа минус болып барған кезде 2,25-тен 2 азайтылады. 0,125 В қайық шығады. Қайықтың жылдамдығын табу үшін біздер мына 6,8-ді мына көбейтіліп тұрған бір көбейткішке бөлу керекпіз. 6,8-ді бөлу керекпіз біздер нешеге? 0,25-ке. Немесе 0,125 дегеніміз бұл біздің 4-тен 1, 6,8 бөлінген 4-тен 1 болады. Сонда мына 4-іміз мынаған көбейтіледі. Неше болады? 27,2 Д жауабымыз шығады екен. Келесі есеп. 5465 мм-ді дециметр шамасына аударып, ондық үлеске дейін жуықтаңдар. Біздер білеміз, 1 дециметр ол 10 сантиметр. Ал әрбір сантиметрде 10 миллиметр бар болғандықтан 10 сантиметрде 100 миллиметр болады. Сондықтан әрбір 100 миллиметр ол 1 дециметр ретінде қарастырылады. 5465 миллиметрдің ішінде осындай 54,165 дециметр бар. Өйткені мына 5465 миллиметрді 100 миллиметрге бөлетін болсақ, біздің дециметрлік мәніміз шығады екен. Бұны ондық үлеске дейін жуықтаңдар дейді. Ондық үлеске дейін деп тұр. Енді мына сандарды тағы да бір рет қайталайық. 54 бүтін. Яғни бүтін сандар басқаша есептелінеді, қараңыздар. Ең соңғы салған 4 дегеніміз, мына бүтіннің ең соңғы цифры. Бұл бірлік. Барлығымыз білеміз, е? Бұл бірлік. Мына 5 деген ол ондық. Оның алдында сан болса, ол жүздік болады, солай кете беретін еді. Енді үтірден кейінгі сан, егер де мына 5 болмаса қалай оқылатын еді? 54,10-6 деп оқылатын еді. Ал мынау бар болғандықтан 54,165 деп оқылып тұр. Тағы да бір сан болса 54,1000-нан бір нәрсе деп оқылады. Сондықтан мына үтірден кейінгі бір сан, ол мына 5 болмаса 54,10-6 дедік қой. Сондықтан мына 6 бұл ондық үлес. Түсінікті ғой? Ондық үлес. Ал мынау сонда жүздік үлес деген сөз. Жүздік үлес. Енді қарайық.
Мынауымыз бірлік, мынау ондық, мынау ондық үлес, мынау жүздік үлес, мыңдық үлес деп кете береді. Бізге ондық үлеске дейін жуықтаңдар, яғни мына жерге дейін жуықтаңдар деп тұр. Жуықтау үшін ең соңғы цифрына қараймыз. Ең соңғы цифры 5-ке тең екен. Бұны алып тастау үшін біздер білеміз, 5-ке немесе 5-тен үлкен болатын болса, оның алдындағы сан мына 6-ға 1 қосылады. Сонда ол жуықтап алған кезде 54,7 деп аламыз. Егер де мына 5-тің орнында 5-ке дейінгі цифрлар тұрса, 0, 1, 2, 3, 4, онда мына 6 өзгеріссіз қалатын еді. Ол кезде мына жауап болатын еді. Түсінікті ғой? Бірақ біздің жауабымыз С жауабы болады. Сонымен келесі 27-ші есеп. 2,3 6 периодта қосылған 0,3 периодта. Ең алдымен 2 бүтінді 2 бүтін ретінде қалдырамыз. Мына жерде бөлімінде жақшаның ішінде бір сан болғандықтан, мына 6 болғандықтан 1 9 болады. Жақша менен үтірдің ортасында бір сан болғандықтан 9-дың қасында 1 0 болады. Сонда 90 деген сөз. Болды. Бөлімінде 90 болады. Алымына көшейік. Алымында мына үтірден кейінгі сандардың барлығынан үтір менен жақшаның ортасында тұрған мына 3 азайтылады. Сонда мына 36 ретінде қаралады. Осы 36-дан азайтылады мына 3. Сол кезде 33 болады. Қосылған 0,3 дегеніміз 0 бүтін деп жазбай қойсақ болады. Бөлімінде тек қана 9 болады, өйткені жақшаның ішінде бір ғана сан бар. Жақша менен үтірдің ортасында ешқандай сан жоқ, сондықтан ешқандай 0 қойылмайды. Үстінде, яғни алымында тек қана 3 болады, себебі үтірден кейінгі сандардан жақша менен үтірдің ортасындағы санды азайту керек еді. Ол жерде ешқандай сан жоқ, одан 3-тің өзі жазылады. Енді екеуі қосылған кезде бізге ыңғайлы болу үшін 3 пенен 9-дың мына екеуін де 10-ға көбейте қоямыз. 3-ті 10-ға көбейтсек 30, 9-ды 10-ға көбейтсек 90 болады. Енді екеуінің бөлімдері бірдей. Сонда 2 бүтін, мына жерде ешқандай бүтін сан жоқ, 2 бүтін қала береді. 90 және 90 болып тұрғандықтан ортақ бөлімі 90 болады. Үстінде 33 пенен 30 қосылып 63-ті береді. Енді 2 бүтін 90 менен 63-ті 9-ға қысқартатын болсақ, 10-нан 7 қалады, немесе 2,7 деп жазылады. Жауап С нұсқасы. Келесі 28. Арыстан бір қазан етті 2 сағатта, ал қасқыр 3 сағатта жеп бітіреді. Олар 1 сағат ішінде бірге жеп, арыстан тойғаннан қазаннан кетті дейді. Қасқыр қалған етті өзі қандай уақытта бітіреді? Арыстан бір қазан етті 2 сағат жейтін болса, ол 1 сағатта 2-ден 1 бөлігін жейді. Бұл оның өнімділігі. 1 сағатта ол жартысын жейді, 2-ші сағатта тағы да жартысын жейді, сонда 2 сағатта тауысып бітеді деген сөз. Ал қасқыр 3 сағатта жеп бітіреді, сонда оның өнімділігі 3-тен 1 болады. Енді екеуі бірге жеп жатқандықтан екеуін қосамыз. Сол кезде 6-дан мына жаққа 3 барады, мына жаққа 2 барады. 6-дан 5, бұл екеуінің бірге өнімділігі. Яғни екеуі бірге қосылған кезде бірге 1 сағаттан кейін қарасақ, олар 6-дан 5 бөлігін жеп бітірген деген сөз. Міне, олар 1 сағат ішінде бірге жеді, сосын арыстан кетіп қалды. Яғни олар 6-дан 5 бөлігін жеп бітірді. Яғни 6-дан 1 бөлігі қалды деген сөз. Арыстан кетіп қалды, қасқыр өзі қалды. Қасқырдың өнімділігі 3-тен 1, сондықтан осы қалған етті 3-тен 1 деген өнімділікпен қасқырдың өзі жейін деп жатыр. Сондықтан мына қалған бөлікті бөлеміз қасқырдың өнімділігіне. Сонда 6-дан 1 көбейтілген 3 болып кетеді. Екеуі қысқарады. 2-ден 1 немесе 0,5 сағат. Бұндай жауап жоқ болса, 0,5 сағаттың біздер 30 минут екенін білеміз. Сондықтан А жауабын белгілейміз. 29-ші есеп. Америкалық жүк тасушылар бригадасы вагонның жүгін 6 сағатта түсіреді. Қазақстандық бригада 1,5 сағатта бітіреді. Олар бірігіп жұмыс жасаса, қандай уақытта бітіреді? Бітіреді деп тұр. Бұл жерде ешқандай бригада жұмыстың ортасында тастап кетіп қалмайды, сондықтан бұл оңай есеп. Бірінші бригада ол 6-тан 1 бұның өнімділігі болады, себебі ол 6 сағатта түсіреді. Екінші бригада 1,5 сағатта түсіретін болса, оныкі 1,5-тен 1 болады. Осы екеуін қосу керек, сол кезде жалпы өнімділігін табамыз. Сосын бір жұмысты бөлеміз сол жалпы өнімділікке. 6 менен 1,5-тің ортақ бөлімі 6 болады, себебі 6-ны 6-ға бөлсек 1, 6-ны 1,5-ке бөлсек 4 болады. 1 қосылған 4, ол 5-ті береді. 6-тан 5 бұлардың өнімділігі. Енді осы бір жұмысты, бір
бір бүтін жұмысты екеуі бірігіп 6-5 деген өнімділікпен орындап жатыр. Сондықтан 1 көбейтілген 5-тен 6 болады, немесе 5-тен 6 немесе 1,2 сағат. 1,2 сағат дегеніміз бұл 1 сағат және де 1 сағаттың 10-2 бөлігі. 1 сағатта 60 минут бар, соны 10-ға бөлсек 6, оның екеуі ол 12 минут болады. Сондықтан 1 сағат 12 минут дегеніміз бұл Б жауабы болады. Келесі 30-шы есеп. Сыныпта 14 оқушы математика курсына қатысса, 18 адам ағылшынға қатысады. 8 бала математикаға да ағылшынға да барады, ал 6 оқушы ешқайсысына қатыспайтын болса, сыныпта неше оқушы оқиды? Бізде математика және ағылшын деген екі курс бар екен. Міне МА деп жазып қояйық. Енді 14 оқушы математикаға барады, 18 оқушы ағылшынға барады. 8 бала екеуіне де барады. 8-ді ортасына жазған кезде мына жақтан 8 азайтылады. Неше болады? 6. Мына жақтан 8 азайтылады, 10 болады. Ал 6 оқушы ешқайсына қатыспайды дейді. 6 оқушы мына жаққа жазамыз. Мына 6 дегеніміз тек қана математикаға қатысатын, ағылшынға қатыспайтын оқушылар. Мына 8 бұл екеуіне де қатысатын. Мына 10 бұл тек қана ағылшынға қатысатын, математикаға дым қатысы жоқ балдар. Мына 6-ау екеуіне де қатыспайтын балдар. Сондықтан барлығын қосамыз, сол кезде сыныптағы неше оқушы оқитынын табамыз. 6-ға 8 қоссақ 14, 14-ке 10 қосамыз 24, 24-ке 6-ны қосамыз 30, жауап С болады. Келесі 31-ші есеп. Сүйікті спорт түрі сұрағына 24 адам баскетболды, 36 футболды, 2 адам теннисті таңдаған. Баскетбол деп айтқандардың 10-ы футболды да ұнатады екен, футболды ұнатқандардың 6-ы теннисті де жақсы көреді дейді. Яғни бұл есептің біздің Вен диаграммасына байланысты есеп екенін көріп отырмыз, сондықтан диаграмма саламыз. Бізде футбол, баскетбол және де теннис бар екен. Футбол, баскетбол және де теннис деп 3 дөңгелегімізді саламыз. Так, 24 адам баскетболды дейді, яғни мына жерге 24 жазамыз. 36 адам футболды, 36 деп футболды жазамыз. 2 адам теннисті деп тұр. Бұл жерде 2 емес, негізінде 20 болу керек, сондықтан теннисті 20 адам болады. Баскетбол деп айтқандардың 10-ы футболды да ұнатады, яғни баскетбол және футболға мына жерде 10 болу керек. 36-тан 10 азайтылады, 26 болады. 24-тен 10 азайтылады, 14 болады. Енді футболды ұнатқандардың 6-ы теннисті де жақсы көреді. Футболды ұнататындар 6-ы теннисті де жақсы көреді, яғни мына жерде 20 болып қалады, мына жақта 14 болады. Ал 4 теннисші баскетболды ұнатады дейді. 4-еуі баскетболды ұнатады, яғни екеуінің ортасына жазылады. Мына жақта 10 болады, мына жақта 10 болады. Бұлардың ішінен 2 адам барлығына қатысты дейді. Екеуінің ортасына жазамыз, үшеуінің ортасына. Сол кезде мына жақын тұрғандардан азайтылады. Мынау 4 болады. Мынадан азайтылады 8 болады. Мынадан азайтылады, сол кезде 2 болады. Ал мына алыста тұрғандарға қосылады керісінше. Сондықтан мынау 22, мынау 12, мынау 12 болады. Енді соларды қосу керекпіз. Сол кезде мына 22, оған 8 қоссақ 30, оған мына 12-ні қоссақ 42, оған мынаны қоссақ 44, мынаны қоссақ 46, мынаумен 50, мынаумен 62. Яғни 62 оқушы бұл біздің сұрағымызға қатысқандар. Және де ең соңында байқау керек, 12 адам ешқандай жауапты таңдамады дейді. Олар да қосылады, себебі бұл біздің адамдардың сұралған адамдардың санына жатады. Себебі бұлар жауап берген адамдар, және де жауап бермеген адамдар барлығы сұралған адамдар болып саналады, сондықтан 74 жауабы болады. Қарасаңыздар, мына жерде 62 деген жауап бар, бірақ бұл жауап емес. Дұрыс жауабы С. Сондықтан сұрақты дұрыстап оқу керек ең соңында. Келесі. 320 мл ерітіндідегі тұздың концентрациясы 35%-ті құрайды. Кейін стақанға 130 мл таза су құйып, 50 грамм тұз қосқан ерітіндінің концентрациясы қандай дейді. Ең бірінші 320 мл тұздың концентрациясы 25% екені берілген. Яғни 320 мл ерітінді бар, соның 25%, 4-тен 1 немесе 80 граммы тұз деген сөз. Оның ішіне 130 мл таза су құйдық, яғни біздің ерітіндіміздің массасы ұлғаяды 130 граммға. 130 мл.
Енді 50 грамм тұз қосқан кезде ерітіндіміз тағы да 50-ге ұзарады. Енді мынаның құрамында 80 емес, 80 қосылған 50 грамм тұз бар. Сонда барлық ерітіндіміз енді біздің неше болып тұр мына жерде? Барлық ерітіндіміз 500 грамм. Бұл біздің жаңадан шыққан ерітіндіміз 100% ретінде қарастырылады. Соның құрамында 130 грамм тұз бар. Бұл қанша? Осы біздің концентрациямыз болады. Себебі тұздың пайыздық мөлшері бұл концентрация деп аталады. Тұздың емес, еріп кететін нәрсенің, ерігіштің пайыздық мөлшері. Сондықтан x-ті табу үшін 130-ды бөлеміз, көбейтеміз бірінші 100%-ға, сосын бөлеміз 500-ге. Сол кезде 2 нөлдер қысқарады, 130-ды 5-ке бөлетін болсақ, 26%. Жауап Д нұсқасы болады екен. Келесі есеп 33-ші. Жақшаны бірден ашып жазайық. -8. Сосын мына минус пен мына минус 5p плюс 5p-ны береді. 5p қосылған 12 үлкен немесе тең. -2 мен 8 бізге -16-ны берсе, -2 және -5p бұл бізге плюс 10p-ны береді. Сонда -8 және де плюс 12 ол 4-ті береді. -8 плюс 12 4 қой. Ол мына жаққа -4 болып барады. -16 -4 ол -20 болады. Мына жақта 5p бар, плюс 5p. Оның қасына мына 10p-мыз -10p болып келеді. 5p-дан 10p-ны азайтсақ, -5p қалады. Енді екі жақты да бөлейік -5-ке. Мына жақты -5-ке, мына жақты -5-ке. Сол кезде -5 пен -5 қысқарады. p-ның өзі қалады. Минус санға теріс санға бөліп жатқандықтан теңсіздігіміз ауысады. Минус пен минус қысқарып, 20-ны 5-ке бөлсек 4 болады. Координаталық осімізді көрсететін болсақ, p деген нүктеміз біздің боялады, себебі бұл жерде қатаң емес теңсіздік болып тұр. Егер сіздердің естеріңізде бар болса, p дегеніміз осы 4-тен кем дейді, яғни оның сол жағы. Минус шексіздіктен бастап 4-ке дейін бұл біздің жауабымыз. Минус шексіздіктен бастап 4-ке дейін. Жауап Д нұсқасы. Келесі есеп. Бірінші бұл есептің теңсіздік екенін көріп отырмыз. Алымындағы жақшаны ашып жазайық. 2 мен 7 қысқармайды, себебі 2-ні 8-ге көбейтетін болсақ 16 болады, 2-ні x-ге көбейтетін болсақ плюс 2x деп жазамыз, бөлінген 7-сі бар. Енді мына 4 пенен мына 12-ні қысқартып жазамыз, минус x минус 8 бөлінген 3 болады. Кіші немесе тең 4-тен. Барлығын ортақ бөліміне көбейтеміз, ортақ бөлімінің 21 екенін көріп тұрмыз. Мына 4-ке қарамаймыз, себебі 4 дегеніміз бұл 4 бөлінген 1 деп қараймыз. Барлығын 21-ге көбейтетін болсақ, 21-ді мынаған көбейткен кезде 21 мен 7 қысқарады, мына жақта 3 қалады. 3-ті 16-ға көбейтеміз 48, 3-ті плюс 2x-ге көбейтеміз плюс 6x болады. Мынаны 21-ге көбейтетін кезде 3 пенен 21 қысқарады 7 болады. 7-ні x-ге көбейтсек 7x, мына минус пен минус 7x болады. 7-ні минус 8-ге көбейтсек минус 56, мына минус пен плюс 56 болады. Кіші немесе тең. Мына жақты 21-ге көбейтсек еш нәрсемен қысқармайды. Сондықтан 21 4-ке ғана көбейтіледі де 84 болады. Енді 6x-тен 7x азайтатын болсақ минус x кіші немесе тең деп жазып қойын. Мына 48 және де 56 екеуін қосатын болсақ 104 қой. 104 мына жаққа минус 104 болып барады. 84-тен 104 азайтатын болсақ минус 20. Екі жақты да минус 1-ге көбейтеміз. Сонда минус x-ті минус 1-ге көбейтсек жай ғана x болады. Теріс санға көбейтіп жатқандықтан тағы да теңсіздігіміз ауысады. Минус 20-ны минус 1-ге көбейтсек жай ғана 20. Сонда координаталық осімізде 20 деген сан бұл да боялады. Осының алдындағы есеп секілді бұл жерде себебі қатаң емес теңсіздік тұр. 20 деп белгілейміз мысалға. X дегеніміз 20-дан үлкен, яғни оның оң жағы деп тұр. Бұл плюс шексіздікке дейін деген сөз. 20-дан плюс шексіздікке дейін. Б нұсқасына келіп тұр. Себебі қатаң емес болған кезде тік жақша қойылады, 20-дан плюс шексіздікке дейін болады. Келесі 35-ші есеп, үлкен дөңгелектің радиусы 12 дейді, екіншісінікі 4. Боялған бөліктің ауданы табыңыз дейді. Мына жерден көрініп тұр, үлкен дөңгелектің ішінен мына кішкентай дөңгелек азайтылып тұр.
себебі ол ортасына қиылып алынған. Мына сақинаның ауданын табу керекпіз, яғни. Не істейміз? Үлкен дөңгелектің радиусын бар екенін білеміз, оның ауданын табу оңай. S тең болады πr квадрат деген формулаға сүйеніп, r-дің квадраты, яғни 12-нің квадраты 144 екенін білеміз. 144 π бұл үлкеннің ауданы. S үлкен деп жазып қойын. Ал енді S кішісінің ауданы, ол радиусының квадраты 16 π болады. Пиді көбейтпей қойық. Пи бізге 3,4 берілген, бірақ та енді біздер үлкеннен кішісін алу керек екенін білеміз ғой. 144-тен 16-ны азайтамыз, неше болады? 128 π болады. Енді 128-ді π санына 3,4-ге көбейту керекпіз. Сонда 8 4-ге көбейтсек 2. Бұл жерде қарап отырсаңыздар, бір ғана жауап бар, а жауабы 2-ге аяқталатын. Қалғанын әрмен қарай шығармай қойсақ болады. Жауап А нұсқасы. Немесе өздеріңіз тексеріп көріңіздер, 401,192 шығады. Келесі 36-шы есеп. Арман жұмысына үйден 1 сағат ерте шығады. Егер де ол 40 км/сағат жылдамдықпен жүрсе, жұмысына 15 минутқа кешігеді. Ол 1 сағат ерте шықты, енді ол 15 минутқа кешікті. Яғни ол бірінші 1 сағат ерте шықты да, мысалға 8-де шықса, 9-да басталатын жұмысқа. Ол 9:15-те барады. 9-дан 15 минут кеткен кезде. Барлығы 1 сағат 15 минут бойы жүрді деген сөз жұмысқа дейін. Бұл біздің уақытымыз. Ал жылдамдығымыз 40 км/сағат деп берілген. Енді мына уақытты біздер сағатқа айналдыру керекпіз. 1 сағат дегеніміз бұл 1 бүтін, ал 15 минут дегеніміз бұл сағаттың қандай бөлігі? 1 сағатта 60 минут бар, 15 минут дегеніміз 4-тен 1 бөлігі, яғни 1,125 сағат болады. Сонда уақытты жылдамдыққа көбейтетін болсақ, қашықтық шығады ғой. Үйінен бастап жұмысқа дейін қанша екенін табуға болады. Ол 1,125 сағат бойы 40 км/сағат жылдамдықпен жүрді. Сондықтан 1,125-ті 40-қа көбейтетін болсақ, 50 болады. 50 км қашықтықты енді арман жұмысына уақытында келу үшін қандай жылдамдықпен жүру керек? Яғни ол сағатына 50 км жүру керек. 50 км сағат деген жылдамдықпен 1 сағат ерте шығатын болса, дәл 1 сағаттан кейін ол жұмысында болады деген сөз. Жауап Б нұсқасы. Келесі 37-ші есеп өте оңай. Мына жерден бастаймыз. Бұл сан көп қатарлы тізбек болғандықтан 4-тен 3-тен 2-ні азайтамыз. Бірінші 4 дегенімізді 3,3-тен 3 деп аламыз да, содан 3-тен 2-ні азайтамыз. Сол кезде неше қалады? 3,3-тен 1 қалады. Бұл немесе 3-тен 10 деген сөз. Мына жерге, мынаның орнына 3-тен 10 деп жазамыз, сонда мынаның орнына. Енді 5 бөлініп тұр 3-тен 10-ға. 5-ті 3-тен 10-ға бөлетін кезде, мына 3-іміз мына жаққа көбейтіліп кетеді ғой. Сонда 3 көбейтілген 5 бөлінген 10 болып тұрады. Мынамен мынаны қысқартатын болсақ, мына жақта 2 болады. 3-ті 2-ге бөлетін болсақ, 1,5. Мына жерде 1,5 шықты деген сөз. Енді 1,5-ке мына 1,5-ді қоссақ, 2,5, ал 5-ті 2,5-ке бөлсек, 2 болады. Мына жерде 2 шықты. Енді 3-тен 2-ні азайтатын болсақ, 1, сонда 3-ті 1-ге бөлсек, ол 3 деген сөз. Соңында -3 плюс 3 қалады, бұл бізге Д жауабын 0 беретіні көрініп тұр. Сонымен жауап Д өте оңай есеп. Келесі 38-ші есеп. Тік төртбұрыштың ені оның ұзындығының 60%-ін құрайды. Тік төртбұрыш берілген, оның ені бар, ұзындығы бар. Ені ұзындығының 60%-ін құрайды. Ені, егер ұзындығы x болса, ені оның 60%-ын немесе 0,16-сын құрайды деген сөз. Егер де оның периметрі 32-ге тең болса, оның ауданын тап дейді. Периметр бұл қалай шығады? Ені мен ұзындығын қосып 2-ге көбейткен кезде шығады. Сонда ұзындығына x-ке 0,16x енін қосатын болсақ, 1,16x болады. Соны көбейтсек 2-ге периметр шығу керек. Бізге берілгені бойынша 32 шығу керек. Сонда x-ті табу үшін не істейміз? 32-ні 2-ге бөлеміз, бірінші 16. 16-ны бөлеміз 1,16-ға. Сонда неше шығады? 10 шығатыны көрініп тұр ғой. Көрініп тұр. Сонда бұл ұзындығы 10, ал ені 6 деген сөз. Сонда ауданын табу керек біз. 10-ды 6-ға көбейтсек, жауап 60 см квадрат. С нұсқасы шығады екен.
Келесі 39-шы есеп. Егер берілген суреттегі шаршының периметрі 16 см болса, дөңгелектің диаметрі 10 см болса, боялған бөліктің ауданын табыңыз дейді. Пиді 3,4 деп алды. Енді шаршының периметрі 16 см екені берілген. Шаршының барлық қабырғалары бірдей болғандықтан, барлығын қосқанда 16 шығу үшін бұл 4, 4, 4, 4 болу керек. Түсінікті ғой. Ауданы сонда мына 4 пен мына 4-тің көбейтіндісі, ауданы да 16 деген сөз. Қызық, е? Периметр 16-ға тең болса, ауданы да 16-ға тең болатын шаршы болады екен. Мынаның шаршының ауданы 16. S тең болады 16 деп жазып қояйық. Енді боялған бөліктің ауданын табу керекпіз. Барлық сыртында тұрған шеңбердің ауданын табамыз. Осы дөңгелектің диаметрі 10 см, яғни радиусы 5 деген сөз. Ауданын табу үшін S тең болады πr квадрат деген формулаға сүйенеміз. R-дің квадраты, яғни 5-тің квадраты 25. 25 π дегеніміз бұл біздің 3,4. 25 π дегеніміз сонда 25-ті 3,4-ке көбейт деген сөз. Немесе 25 дегенді мен былай алам, қараңыздар. 100 бөлінген 4 деп алсам, бұл 25 дегеннің орны ғой. Енді 3,4-ке көбейтемін. Мына мен мынаны бірінші көбейтіп алам. Сол кезде 314-ті 4-ке бөлген сияқты болам. 28-ден алам. 7 болады. Сосын 3 қалдық қалады. Мынау менен 8 болады. Себебі 32 бөлінеді. Сосын 2 қалдық қалады. 4-тен 2 дегеніміз 10-нан 5. 78,5 бұл біздің барлық дөңгелегіміздің ауданы. Осыдан азайту керек біз мына шаршының ауданын 16-ны. Сонда 78,5-тен азайтамыз 16,5-ді. 5-і қалады. Сонда 8-ден 6-ны азайтсақ 2, 7-ден 1 азайтсақ 6. 62,5 жауап С нұсқасы. Келесі соңғы 40-ші сұрақ. Бұл жерде 23 бөлінген 8 немесе 2,3 периодта және 19 бөлінген 13 бөлінген 9 және де 1,83 деген сандардың ішінен ең үлкенін табу керекпіз. 23-ті 8-ге бөлетін болсақ, 23 бөлінбейді. Оның ішінде 16 ғана бөлінеді. 16-ны 8-ге бөлсек 2 және де 7 қалдық қалады. Сондықтан 2,8-ден 7 болады. Мынау дегеніміз біздің 2,9-дан 3 деп жазылады. Себебі бағана көрсеткеніміздей, егер де жақшаның ішінде бір сан болса, бөлімінде бір сан, ал алымында мына 3 тұрады. Енді мына 1,9-дан 4 деп жазылатын 9-дан 13-ті жазсақ. Бұл 1,9-дан 4. Барлығымыз білеміз. Ал мына 1,8-ден 3. Ең үлкенін тап деп тұр. Сондықтан мыналар 1 болғандықтан мына екеуін алып тастаймыз 1-ден. Енді мына екеуінен қарау керекпіз. Екеуінде де 2,2. Сонда 8-ден 7 көп па, немесе 9-дан 3 көп па, соны қарайық. Әрине 8-ден 7 көп екені көрініп тұр негізінде, бірақ мен сіздерге басқа жолын көрсетейін. Екеуін салыстыру үшін көбелек методын қолданамыз. 7 менен 9-ды көбейтеміз. 63 қой. 63-ті мына жаққа жазамыз 63 деп. Енді мына 3 менен 8-ді көбейтеміз. 24, мына жаққа жазамыз 24 деп. Егер де мына 63 көп болатын болса, мынау көп деген сөз. Сонда жауап А нұсқасы 40-ші есеп осымен тәмам болды. Барлығыңызға есептер түсінікті болды деп ойлаймын. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар. Барлығыңызға сәттілік.